Маятник. Бұл сенің эмоциямен қоректенетін информациялық энергетикалық құрылым. Сен ақпаратқа ашулансаң, қорықсаң, мазасызсаң, маятник дереу күшейеді. Яғни сен реакцияны оған энергия. Оның ең күшті қаруы қорқыныш. Не болады екен деген күдік, уайым, өзіңді кінәлі сезіну бәрі маятникті қоректендіреді. Кішкентай мәселені үлкен проблема етіп көрсетеді. Сенің ойыңды ұстап тұрады. Негатив сценарий саны қайталатады. Маятниктердің шығудың жағы жолы нейтралды қабылдау. Эмоциясыз бақылау, энергияңды босқа бермеу. Сен реакция бермесең, маятник әлсірейді. Бірақ маятниктерден жай ғана бас тартып құтылу мүмкін емес. Олар қайта сені іліктіруге тырысады. Қайта маятникке түспеудің жалғыз жолы транссерфингтің негіздерін түсіну және сананы басқаруды үйрену. Сана мықты болса, маятник саған әсер ете алмайды. Шынайы еркіндік санада.